Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Егер сен аял заты болсоң, көгілтір экран арқылы угуп жатқан менеже қарындаштарым, аял затының ибадаты пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам егер аял 5 вақыт намазын оқыса, Рамазан айында ораза қармаса, күйеуісіне баш исе, намысын сақтаса, қияматта аялға айтқан, бейіштің 8 ешігінің қалағаннан кіргін дейді екен. 4 нәрсе: намазын оқыса, оразасын қармаса, намысын сақтаса, күйеуісіне баш исе. Урматты мұсылман бір туған, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Жабир ибн Абдулла деген сахаба бұл хадисті бізге жеткізеді. Біз пайғамбар менен бірге отыраты дек дейді Жабир ибн Абдулла. Изатату имраатын, қоқыстан бір аял келді. Фақалат: я Расулаллах, ана вафидату ниса илейк. Мен аялдардың өкілімін. Мен аялдардың атынан келдім, Аллахның елшісі деді. Я Расулаллах, еркектер жихадқа шығады. Егер жихадқа шығып қаза болсалар шахид болады, бейішке есепсіз келеді. Еркектерді аялдар адам атаның балдары, Хауа ененің қыздарыбыз. Сені Аллах Таала еркектерге аялдарға пайғамбар қылып жөнөткөн. Егер еркектер Аллах жолында шықса, Аллах жолында қаза болса, алар Аллах Тааланың асында тирүү, Аллах Тааладан азықтарын алады, қияматта бейішке кіреді. Біз аялдар еркектерге қызмат қылып, еркектер жеткен соғыптарға жете албай жатабыз деді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: о аялдардың атынан келген өкіл деді, сенің артыңдағы аялдарға айты бар деді. Сілердің аялдар күйеуіңерге баш ийип, күйеуіңерді ұққаныңар оша аял еркектердің жеткен даражасына жетешіңер деді. Бирок сілердің азыңар мұны атқарады деді. О аялдардың атынан келген аялдарға айты бар. Сілер үйде тұрып, күйеуісіне баш ийип, күйеуісіне разы қылған аялдар, оша еркектер Аллах жолында жихадқа шығып, бейішке жеткен даражаға жетеді. Бирок сілердің барыңар мұны атқара бербейді деді.